Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Ортақ тақырып табиғаттың таңғажайып құбылыстары. Сабақтың тақырыбы 70-ші сабақ зат есімнің септелуі. Қазақ тілі бал тілім, өзін барда шалқыдым, тіліммен бірге самалмын, тіліме кім тағармын дей отырып, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Оқу мақсаты 4-4-2-3 зат есімді септеу, тәуелденген сөздердің септелуін білу. Сабақты мақсаты зат есім септіктерінің атын, сұрақтарын және олардың жалғауларын біледі. Сөздерді септеп жаза алады, берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады. Сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін жалғанатын жалғауларды септік жалғаулары деп атайды. Қазақ тілінде 7 септік бар: атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Зат есімнің септік жалғаулары арқылы өзгеруін зат есімнің септелуі дейді. Ертеде сөз табы атасы зат есімнің 7 ұлы болыпты. Олардың есімдері аттарына сай әртүрлі сұрақтарға жауап берген екен. Бірінші ұлы атау, екінші ұлы ілік, үшінші ұлы барыс, төртінші ұлы табыс, бесінші ұлы жатыс, алтыншы ұлы шығыс, жетінші ұлы көмектес деп аталған екен. Олардың бір-бірінен ажырату үшін өздеріне тиесілі сұрақтарымен шақыратын болыпты. Ал қане балалар, 26-шы жаттығуға назар аудар. Мәтінді түсініп оқып, қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой, зат есім жалғауларын өзгеретініне назар аудар. Қане балалар, кім жылдам екен? Кім қандай сұрақ қойды? Дұрыстығын тексерейік. Жер, не? Атау септік. Жерден, неден? Шығыс септік. Жерге, неге? Батыс септік. Бұлтқа, неге? Қайда? Батыс септік. Бұлтты, нені? Табыс септік. 27-ші жаттығу. Сұрақтардың орнына ақбөкен сөзін қойып, мәтінді сауатты, көркем етіп көшіріп жаз. Ақбөкен сөзіне жалғанған жалғаулардың астын сыз, олардың өзгерісін байқа. Дескрипторы сұрақтардың орнына тиісті сөзді қояды, мәтінді көшіріп жазады, ақбөкен сөзіне жалғанған жалғаулардың астын сызып, зат есімдердің өзгерісін анықтайды. Қане балалар, дұрыстығын тексерейік. Не шөлге өте төзімді әрі жүйрік есті жануар? Ақбөкен шөлге төзімді әрі жүйрік есті жануар. Ненің қорегі өсімдік? Ақбөкеннің қорегі өсімдік. Келесі тапсырма семантикалық картаға назар аударыңдар. Адасып қалған септіктердің сұрақтары мен жалғауларын ретімен орналастыр. Балалар, зат есімнің септіктерін, сұрақтарын, жалғауларын дұрыс қоя алдық па? Дұрыстығын тексерейік. Атау септік, кім не? Ілік септік, кімнің ненің? Нын-нін, дын-дін, тын-тін. Барыс септік, кімге, неге, қайда? Ға-ге, қа-ке. Табыс септік, кімді нені? Ны-ні, ды-ды, ты-ты. Жатыс септік, кімде, неде? Да-де, та-те. Шығыс септік, кімнен, неден? Нан-нен, дан-ден, тан-тен. Көмектес септік, кіммен, немен? Мен, бен, пен. Балалар, келесі тапсырма 29-ші жаттығу 17-ші бет. Адам, табиғат сөздерін септеп айт. Дескрипторы. Адам, табиғат сөздеріне сұрақтар қоя алады, олардың өзгеруін анықтайды. Адам, табиғат сөздерін септеп айталады. Ал балалар, дұрыстығын тексерейік. Атау септік, кім? Адам. Ілік септік, кімнің? Адамның. Барыс септік, кімге? Адамға. Табыс септік, кімді? Адамды. Жатыс септік, кімде? Адамда. Шығыс септік, кімнен? Адамнан. Көмектес септік, кіммен? Адаммен. Атау септік, не? Табиғат. Ілік септік, ненің? Табиғаттың. Барыс септік, неге? Табиғатқа. Табыс септік, нені? Табиғатты. Жатыс септік, неде? Табиғатта. Шығыс септік, неден? Табиғаттан. Көмектес септік, немен? Табиғатпен. Келесі тапсырма шығармашылық жұмыс. Әр қатарда қай сөз артық? Себебін анықтаймыз.
таутекенін, көбелектін, бақаға, қаздын, кемпірқосақты, жусанды, түлкіні, өрмекшімен, қарлығаштан, қараторғайға, жаңбырдан. Дескрипторы әр қатардағы артық сөзді таба алады, себебін дәлелдейді. Балалар, қане дұрыстығын тексерейік. Әр қатарда қай сөз артық? Таутекенін, көбелектін, қаздын. Ненін? Бақаға. Неге? Яғни бұл қатарда артық сөз бақаға. Кемпірқосақты, жусанды, түлкіні. Нені? Деген сұрақтарға жауап береді. Өрмекшімен. Немен? Яғни бұл қатарда артық сөз өрмекшімен. Қарлығаштан, жаңбырдан. Неден? Деген сұрақтарға жауап береді. Қараторғайға. Неге? Қараторғайға. Яғни балалар, бұл қатардағы артық сөз қараторғайға. Балалар, қане баспалдақ әдісі бойынша сабағымызды қорытындылайық. Баспалдақтың қай сатысына жеттіңдер деп санайсыңдар? Тапсырманы орындай алдыңдар ма? Аздап қиналдыңдар ма? Әлде тапсырманы толық орындап меңгердіңдер ме? Баспалдақтың қай сатысына шыға алдыңдар? Яғни балалар, мен сіздерді баспалдақтың ең жоғарғы сатысына шықтыңдар деп санаймын. Тапсырманы толық орындап меңгердіңдер деп ойлаймын. Зат есім септеледі жеті түрде, бір-бірімен шатастырып алып жүрме. Жалғанатын жалғаулары сан түрлі ғой, жаттап соны ойнап күлме, босқа жүрме дей отырып балалар, сіздермен қазақ тілі сабағын аяқтаймыз. Сау болыңдар балалар.